Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етті пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын жасау үшін бізге жұмыртқа, дүкеннің қаймағы, оның үстіне тұзымызды саламыз, оның үстіне қопсытқышымызды салып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Осы илеген қамырымызды 30 минутқа тынуға қоямыз. 30 минут тұрған соң бір басып қайтадан 15 минутқа қоятын боламыз. Енді осы уақытта салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге фарш, яғни тартылған ет, одан кейін пияз, картопымызды ұсақтап турап, үстіне қара бұршымызды сеуіп, оның үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді дайын болған қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Бір жағын кішірек қылып аламыз. Ол бізде бетіне жабатын қамырымыз болады. Енді осы қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты жұқада, қатты қалыңда болмауы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып аласыздар. Енді осы қамырымызды противенге орналастырып, ішіне салмасын салып шығамыз. Салмасын салып болғаннан кейін бетіне екінші қамырымызды орналастырып, айналасын қолымызбен әдемілеп жауып шығамыз. Айналасын қасықтың көмегімен әдемілесеңіздер де болады. Ортасын ақырындап пышақпен тесіп қоямыз. Енді кезекте жұмыртқаның сарысын әдемілеп бетіне жағып шығамыз. Бұл бізде әдемі қызғылт түс береді піскен кезде. Одан кейін қара күнжітімізді сеуіп шықсақ болады. Енді 200 градуста 45 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің етті пирогымыз дайын болды. Енді дәмін көрсеңіздер өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызды қуантып, осы пирогты пісіріп берсеңіздер болады. Мені қолдап, видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!